Кредиттік оқыту жүйесі. Кредиттік оқыту технологиясы бұл білім беру технологиясы. Өз бетімен білім алу деңгейін көтеру және дара негізінде шығармашылық білімді меңгеру, оқу процесін және білім көлемін кредит негізінде есепке алуды, білім беруді таңдап алған траекториясын регламенттеу болып табылады. Пайда болуы. Кредиттік жүйе алғаш рет ақш-та пайда болған. 1870 жылда Гарвард университетінің президенті, белгілі американдық білім қайраткері Чарльз Эллиот салып, кредит сағат ұғымын қоғамға енгізген. Бұл жүйе алғашында пәндер көлемі жүйесін шешуін өлшеуші кредит сағат болып енгізілді. 1992 жылдан бастап кредиттік сағаттық жүйенің екінші кезеңі басталып, осы кезде ақш-тың ұлттық білім комитеті университет, колледж, мектеп топтарын жақсарту мақсатында оқу бағдарламаларын стандарттауда кредит ұғымын тек университет пен колледждерге ғана емес, орта мектептерде де енгізе бастады. Ал Қазақстанда 19 ғасырдың 20 жылдарының ортасында біртіндеп қалыптаса бастады. Елімізде 2007 жылы 15 тамызда білім туралы жаңа заң қабылданды. Осы заңның 11 бабында білім жүйесі мәселелерінің бірі болып оқытуда жаңа технологияларды тиімді пайдалану және енгізу, сонымен қатар кредиттік, дистанционалдық, ақпараттық коммуникациялық оқыту кәсіби білімнің қоғамда және еңбек нарығында болып жатқан өзгерістер қажеттілігіне тез үйлесуге мүмкіндік туғызатынын атап өтті. Қазақстан Республикасының білім туралы заңын іске асыру мақсатында 66-шы кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі әзірленген және бекітілген. Кредиттік оқыту жүйесін енгізудің мақсаты студенттердің кәсіби дайындық деңгейін арттыру, олардың жеке шығармашылық қабілеттіліктерін жан-жақты дамыту, қажет болған жағдайда студенттерге жақын және алыс шетел жоғары оқу орындарына кедергісіз ауысу мүмкіндігін береді. Кредиттік оқыту жүйесін енгізудегі басты мақсаты. 6-шы кредиттік оқыту жүйесінің міндеттері. 7-шы кредиттік оқыту жүйесінің басты ерекшеліктері.